Адамның атын жаттай алмайтын жолдас балаң. Салтанатты шай қойсашы. Қандай салтанат? Мен де салтанат дедім міне. Иә. Неге ыржиып тұрсың? Кім атып? Кім еді ата? Ау. Қарама контактіге. Кім сомен атым? Жанар. Біз жанармыз. Подсказка берші онда маған. Бастап қайырпы З. З. Айгүл. Ойнап айтам, Мадина. Самал. Жигули. Зарина. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. We've got a bogey. I'm on the way. Саудагер роднойың. Аға менде азғандай тыйым болып тұр да, бір ұзаққа жететін фрукты бар ма, жеп жүрейін. Ұзаққа жететін ба? Капустасы? Неге? Күніге андай бір бетін алып жеп отырасыңдар. 40 күнге жетеді. Түсма? Аға, ананастарыңыз жақсы ма? Бар, родной. Сенен жақсы ғой жағдай. Африкадан самолетпен келеді олар, білесің бе? Самолетке мініп көргенсің бе? Жа. Болды ғой осы қанша солай. Адам 520 теңге болды, тағы 1-2 алма қосып, домалақ 1000 теңге қыла салайын, ә? Үйде жеп қоясыңдар ғой, бала шаға бар жаңа. Мен өзім тұрам ғой. Болды ғой, түріңе қараса мен жеп қояйын деп тұрсың. Болды, ала бересің, ә? Гламур алмайсыңдар манандай. Не ол? Білмеймін әйтеуір, алған адамдар қайтып келіп жатқан жоқ қой. Сендердің қайсы жақсы? Осылар жақсы ғой, нан етке бөлесің ішінен майонез шығады. Нан етке бөлесің, ішінен тұз шығады. Екеуін араласып бір салат қылып жей бересің. Ал бразильский қарбыздар бар ма? Тамыр не аласыңдар оны? Өзіміздің отандық өнімді тұтынсаңдар, 30 жылдық тәуелсіздігі бар мемлекетте тұрып, бразильский қауын жейін дегенсіз, қарбыз жеймін деп. Ертең өзіміздің жетісайдың қарбыздары шығады, соны алып беремін. Осы староста Айжан бір түрлі болып жүрген жоқ па? Сен де байқадың ба? Өткенде өзін сабағын ғана шешіп, өзін жұмыстарын бітіріп кетіп бара ғой. Мен айтып жатырмын ғой, мен сабағым қойып бермей жатыр десем, өздерің сабаққа келмедіңдер ғой деп, өз басын ғана ойлап қалған ғой. Староста деген бәріне көмектесіп жүру керек қой негізі. Жаны ашып. Оны деканаттан солай сайлады ғой, оны кәдімгі көмектессін деп. Өзінше болып кеткен сол, жігіт пайда болды. Группа болып жиналып, группадан шығарып жіберіп, басқа староста сайлайық деп айтайық өзіміз. Айтайық. Айтайық. Неге айтпаймыз? Неге айтпаймыз?